Сәлеметсіңдер ме білім алушылар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңдер. Жаңа сабақты бастамас бұрын сендерге ұсынатын бейнебаяным бар. Мұқият тамашалаңыздар. Ал енді сыйлық таңдауда ескеретін маңызды жайттар қандай? Келесі бейне көріністен бірге білеміз. Көңілім қуанышпен негіздесем, жүректе бүршік жарды жұмбақ гүлі. Сыйлық таңдап берейін деп іздесем, білмеймін не ұсынам көп ақ түрі. Міне, жақынымды қуантамын деген адам ойына осы өлең жолдарын алады. Сыйлық әрқашан қуаныш әкеліп, құрмет пен сыйластықты білдіреді. Сондықтан таңдау жасағанда әр адамның жеке қасиеттеріне мән беру керек. Сыйлық алар болсаңыз, өзіңізге таңдағандай махаббатпен, аса бір ілтипатпен іздеу керек. Көңілден шығады деп ойлаған сыйлығыңыз шаң басып, елеусіз жатқанын қаламайсыз ғой. Сондықтан аса мұқият болған жөн. Көңілден шыққыңыз келсе, сырттай бақылап көріңіз. Бәлкім сіз білмейтін қызығушылықтары бар шығар. Жалпы жас қыздарға, құрбыңызға таңдау жасағанда аса қиындық туындамайды. Себебі жастар әр сыйлықты ерекше ықыласпен қабылдайды. Сыйлық жасау символикалық мәнге ие. Себебі бұл рәсім көңілдегі сезімді жеткізіп, жақсы қарым-қатынасты білдіреді. Әсіресе әріптестері арасында сыйлық алмасу маңызды рөл атқарады. Әріптестерге жақыныңызға тарту еткен сыйлықты ұсына алмайсыз. Себебі сыйлық кәсіби сыйластықты білдіріп тұратындай болу керек. Яғни өзіндік ерекшелігі бар, сонымен қатар қарапайым болса абзал. Жұмыс төліне қоятын мүсінші сыйласаңыз ұтылмайсыз. Ескеретін жайт, тым қымбат сыйлық беруден бас тартыңыз. Бұл міндеттеуге себеп ретінде қабылданады. Отбасындағы жақыныңызға сый ұсынғанда таңдау жасау қиындыққа соқпайды. Күнделікті байқап жүрсеңіз, көңілінен шығатын кәдені дәл табасыз. Аналар мен әжелерге сыйлық жасағанда ыдыс аяқтың түрлері таптырмас кәде болмақ. Шай ішуге арналған саптаяқтардың түрі көп бүгінде. Әдемі де сәндісін таңдап алып қуанта аласыз. Сонымен қатар қобдишалардың да алар орны ерекше. Мұнда әртүрлі керекті заттарды орналастыруға болады. Немесе сыйлық ұсынайын деген үйдің ішкі көрінісін білсеңіз, сурет сыйға тартыңыз. Әдемі таңдалған туынды үйлесім тауып, жақыныңызды қуантады. Сыйлық таңдаудың сырымен бөлістік. Ал енді адамдар бір-біріне сый ретінде көбіне не ұсынады? Гүлдер. Кез келген мейраммен бас қосу мұнсыз өтпейтіні белгілі. Сондықтан топ бастайтын да дәл осы табиғаттың туындысы. Танымалдық бойынша екінші орынды иеленетін иіссу. Кейде мұны осы санаттағы заттармен үйлестіріп беріп жатады. Сонымен қатар сый ұсынудың таптырмас түрі ақша. Мұнда асқан романтика болмаса да адамға қалаған затын алуға мүмкіндік береді. Кестеміздің 4-ші орында жұмсақ ойыншықтар. Бұл сыйды кез келген уақытта ұсынуға болады. Көбінесе мұндай кәденің иесі балалар немесе бойжеткендер. Үздік бестікті түрлі аксессуарлар мен кеңсе заттар қорытындылайды. Сөз соңында айтарымыз, сыйлық жасай білетін адам өмір сүре де біледі. Бастысы сыйлық қымбат емес, сүю қымбат екенін естен шығармаңыз. Міне білім алушылар, бейнебаянды тамашалай отырып, өмірдегі сыйлық таңдаудың бірнеше ережелерімен таныс болдыңдар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Ал енді Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 8-ші сынып. Сабақтың тақырыбы досыма сыйлық таңдаймын. Сауданың адам өміріндегі маңызы. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына назар аударыңдар. Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру. Олай болса, оқулықтарында берілген тапсырмаларға қараңыздар. 32-ші бет, 5-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңдер. Сыйлық деген не? Сен қандай сыйлықты жақсы көресің? Өзің қандай сыйлық сыйлағанды ұнатасың? Сыйлықты қолдан жасай аласың ба? Ең алғаш қолдан жасаған сыйлығың қандай? Оны кімге сыйлап едің? Жауаптарыңа рахмет балалар. Арғарай келесі тапсырма. 32-ші бет 9-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Көңіл-күй лебіздерін жазыңдар. Оның қай уақытта айтылатынын болжап айтыңдар. Сіздерге берілген қажетті сөз тіркестері. Өмірлі бол. Көп жаса. Өркенің өссін. Көп рахмет. Мүмкін болса. Рұқсат етіңіздер. Кешірім өтінемін. Мұқият болыңыздар. Іске сәт балалар.
Есте сақтаңыздар, мен досыма сыйлық таңдаймын. Сыйлық таңдау өте қиын. Мен досыма кітап сыйладым. Ал сен досыңа қандай сыйлық сыйлар едің? Сонымен сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.